Сәлем, бұл жақсы болады арнасы сіздермен әдеттегідей жақсы болады. Қазақстанда саяси партиялардың жарысы басталғалы жатыр. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда ресми тіркелген 6 партия өздерінің сайлауалды съездерін өткізді. Ол Ауыл партиясы, Ақ жол партиясы, бұрынғы коммунистер халықтық партия, бұрынғы бірлік адал партиясы, Нұр Отан мен ОСДП, яғни жалпыұлттық социал-демократиялық партия. Дегенмен сайлауға 5-ақ партия қатысатын болды. Себебі ОСДП сайлауға бойкот жариялайтын болды. Біздің сайлау қалай өтеді? Дауыс беруге болатын жөні дұрыс партия бар ма? Кім не ұсынып жатыр? Бірге көрейік, кеттік. Бірінші болып съездерін Ауыл партиясы өткізді. Жеке өз пікірім, сайлаушылары көп, электораты көп партиялардың бірі Ауыл партиясы. Қазақстанның 40% ауылда тұрады. Өз потенциалдарын дұрыс пайдаланса, дауыс берушілердің кем дегенде 30%-ын өздеріне аударып ала алатын партия. Окей, Ауыл партиясы не ұсынады? Көзге түсер ұсыныстардың бірі ол ұлттық құндылықтарды қорғайтын заң жобасын дайындау. Естеріңізде болса, әлеуметтік желілер домбыраны жарған бір азаматтың видеоларымен толып кеткен болатын. Мүмкін осыған да қатысты шығар. Екіншіден, әрине ауылдарға интернет желісін толық жеткізу. Карантин кезінде ауыл мектептері онлайн сабақтарды қалай оқығандығын барлығымыз білеміз. Мария Михайловна, я захожу в телеканал Еларна, а там вас не видно. Саламатсыз ба, апай? Ағайма, апайма кіміз? Бұның әр қайсының сабағын әр уақытқа бір белгілеп жіберсеңдерші, үйдің бәрін жанжал қылмай. Бәрін сабағын бір кезге жібергеніңізді қазір үйде өз ұшақ телефон бар. Жанжал болады үйде қазір. Кім сабағы қайсы, бәрін бірді жіберіп атсыңдар қазір. Келесі Ақ жол партиясы. Кто еще помнит, как это было? Кто еще помнит, как это было? Бұл бірінші президент Назарбаев қызметінен кеткен кезде Ақ жол партиясының төрағасы Перуашевтың реакциясы. Ал съезде Ақ жол партиясы, шынымды айтсам, мені таңғалдырды. Мемлекетті бүйту керек, сөйту керек, біз жеңсек бәрі жақсы болады, ести қалған нақты ұсыныстарға келетін болсақ, ол Қазақстан Европа одағына кіру тиіс. Екіншіден, Ақ жол партиясы өзін Алашқа теңейді екен. Өкініштісі, Алаштың зиялылары мен қазіргі Ақ жолдың өкілдері салыстыруға аздап келмейтін сияқты. Жалғастырайық, келесі кезекте Адал партиясы. Естімеген шығарсыздар. Бұрынғы Бірлік партиясы. Бірақ оны да білмейтін шығарсыздар. А кто не знает-то? Да, блядь, никто не знает. Бірлік партиясының сайлауалды бағдарламалары есте қалмапты, бірақ партияның мүшелігіне кірген танымал журналист Мақсат Толықбай, танымал спортшы Ардақ Назаров пен қазақтың дәулеті, Инстаграмда дәулеттен ретінде танымал, менің ойымша қазақтың баспаналы болуына көп септігін тигізіп жүрген Дәулет Мукаев. Ребрендинг жасалды, жаңа сайт жасалды, қатарларына жаңа танымал адамдарды қосты, енді алда не боларын көре жатармыз. Коммунистер болса ұйқыбастықтан айырылып, ребрендинг жасап, Қазақстан халықтық партиясы атанды. Партия атынан депутаттыққа үміткерлер тізімнен түсіп қалған экс-төраға Владислав Косаревтің орнына жаңа төраға Айкын Кануров сайланды. Дегенмен жаңа логотиптері коммунистердің қызыл түсінен алысқа өкінішке орай кете алмады. Енді бұл кісілердің съезі рекордтық ең қысқа съез болды. Білмеймін, айтарлар жоқ па, әлде барлығын қысқадан нұсқап па, пионерский қайырды ма, дегенмен есте қалар ұсыныстары болды. Мемлекетте білім беру тегін болу керек. Мемлекет адамдардың ем алу шығындарын толық өзі өту керек. Зейнетке шығу жасын 60-қа дейін төмендету керек және мүлік салығы жайлы айтты. Яғни байлар кедейлерге қарағанда көбірек салық төлеу керек. Енді ұсыныстары керемет, сөз жоқ. Олардың іске асуы осы ғасырда болар ма екен, немесе біздің немелеріміздің кезінде болар ма екен, ол үлкен сұрақ. Келесі болып съезді өткізген Нұр Отан партиясы. Барлық партиялардың съезін тікелей эфирде қарадым. Нұр Отанның съезіндегі бағдарламаны оқуға тура келді. Неше бет екенін білмеймін, бірақ бағдарламалары тым үлкен екен. Енді биліктегі партия болғандықтан мүмкіндіктері көбірек, қолдары ұзынырақ дегендей, қызығы Нұр Отан өз сайлауалды бағдарламасына дедлайн қойыпты. 2025 жылға дейін бағдарлама ұсынды. Барлығын айтпай-ақ қояйын, өздеріңіз
оқып аларсыздар. Есте қалғаны, ол мұғалімдердің айлығы тағы да 2 есе көтеріледі, дәрігерлердің айлығы 2,5 есеге көтеріледі. Коррупциямен сотталғандар шартты түрде мерзімнен бұрын босату мүмкіндігінен айырылатын болды. Туризм саласында 170 мың жаңа жұмыс орны құрылады. Қысқасы, билікте отырған партия болғандықтан бағдарламалары ойындау керек ауқымдырақ болды. Бірақ бізді бағдарламалар ауқымы емес, олардың іске асуы қызықтырады. Сондықтан барлық партиялардың бағдарламаларына қарап, тек іске асқаннан кейін ғана баға бергеніміз дұрыс. Сосын сайлау кезінде ғана емес, бейбіт күнде көзге көрініп жұмыс жасап жүрсе жақсы болар еді. Соңғы болып съездерін өткізген ОСДП, яғни жаңағы жалпыұлттық социал-демократиялық партия. Шынымды айтсам, ОСДП-ның съезін қатты күткен, бірақ өкінішке орай үмітімді ақтаған жоқ. ОСДП бұл парламенттік сайлауға бойкот жариялап, қатысудан бас тартты. Өкінішті. Бірақ сайлауға неше партия қатысатынын іске келгенде ОСДП шешті. 5 немесе 6. Бұл жақсы болады арнасы, сіздермен жақсы болады. Каналға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Сіздің ойыңызша осы сайлауда кімге дауыс беруге болады? Көрейік.